Бекзаттың әйелі 4 күніне кеткеніне бүгін 7-ші күн. Үй тып-тыныш, қазан қайнамайды, бала күлмейді, кір жуылмайды. Бірақ тоңазытқышта қарасаң, іші толы, енесі кетерінде дорба-дорба ет әкеліп тастап кеткен. Бекзат күндіз жұмысқа барып, кешке үйге келіп, ет асып жеп, теледидар қарап, қайта ұйықтайды. Бірақ неге екенін білмейді, іші алай-дүлей, жүрегі бірдеңе іздегендей. Сол күні түнде көрші подъездегі қыз Жаннұрмен бірінші рет көзі түйісті. Қыз кешкі уақытта дүкенге шыққанда үстінде қысқа шорты, иығы ашық футболка. Көз жанарын тартып, жүректі бір түртіп өткен еді. «Аға, ассаламағалейкум», деді Жаннұр, тәтті жымиып. «Уағалейкум ассалам», деді Бекзат, көзін тайдырып. Қыздың даусы құлағында қалып қойды. Келесі күндері Бекзат кешке қарай әдейі подъезде жүретінді шығарды. Бірде жедел сатымен бірге түсті, бірде дүкенге бірге барды. Жаннұр үндемейтін, бірақ үнемі күліп тұратын. Жасы 19-дан енді асқан, колледжде оқиды екен. Анасы шетелде, өзі әжесімен тұрады. Сол бір кеште Жаннұр үйінің алдында отырып, көзінен жас сығып отырғанын көріп қалды. «Не болды, қарындасым?» деді Бекзат жақындап. «Ештеңе, жай, жалғыздықтан жалықтым». Бекзаттың жүрегі дір етті. Өзі де дәл солай сезініп жүрген. Екеуі үнсіз отырды. Сол үнсіздік екеуін де жақындатты. Бекзат бір күні ет асып, артық пісіріп қойғанын айтып, Жаннұрды кешкі асқа шақырды. Қыз алғашында тартынды, бірақ келісті. Ас үстінде екеуі көп сөйлесті. Қыз шын жүректен сыр ақтарды, ал Бекзат ішіндегі бос орын толтырғандай болды. Сол түн қас қағында келді. Кино көріп отырып, қыздың иығына еппен қолын салған Бекзат оның үндемегенін пайдаланып, шашынан иіскеді. Жаннұр алғашында шошынғандай болды, бірақ кейін мойнын бұрып, «Саған жақын болғым келеді», деді жай ғана. Сол сәт екеуінің де шекарасы бұзылған шақ еді. Сол түн екеуі бәрін ұмытты. Тыйым, жауапкершілік, неке, бәрі ұмыт болды. Бекзат алғаш рет әйелінен өзге жанға тәнін ашты. Жаннұр үшін бұл алғаш рет еді. Ол сенді. Ол өз сезімін шынайы деп білді. Таңертең оянғанда Бекзат алғашында өзін кінәлі сезінді, бірақ Жаннұрдың жалаңаш иығына қарап, өзін еркек болмысын қайта қуаттады. Ол өзін әлде қайда жас, еркін, тірі сезінді. Бір аптадан соң әйелі хабарласып, «Ертесі үйге қайтамын», деді. Сол түнде Бекзат Жаннұрға, «Бұлай жалғасса болмайды», деді. Қыз үндемеді, жымиып, «Мен бұлай болатынын білгенмін. Бірақ сенің назарың, еркектік мейірің маған керек болды. Енді өз жолыммен кетемін. Сен де өз өміріңе орал», деді. Сол түні қыз есіктен үнсіз шығып кетті. Әйелі үйге оралды. Үй қайтадан қазанның иесіне толды. Балалар ойнап жүр. Бірақ Бекзаттың көзінде бір өзгеріс бар еді. Ол енді әйеліне мейірімді бола бастады. Үндемейтін, бірақ көмектесетін, үйге ерте келетін, өзін басқа қырынан танытқан сезді. Бірақ ішінде бір бұрыш бос үйде күйде қалды. Бір күні дүкенге барғанда бір таныс иіс мұрнын жарып өтті. Артқа қараса жоқ, ешкім жоқ. Бірақ ол біледі, бұл Жаннұрдың иісі еді. Лимон мен иланг иісі. Қыздың өзі жоқ, бірақ сезімі мен естелігі жүрегінің түбінде сақталып қалды. Сол бір түн, сол бір наз өмірінде, еркектігінде қайта оятқан еді. Күндер өтті, апталар өтті. Бекзат бәрін ұмытқандай кейіп танытқанмен, түнгі үнсіздік тағы да сол Жаннұрдың елесін алып келетін. Әйелі қасында ұйықтап жатса да, оның көз алдында жас, нәзік тән, жас қыздың иісінен тұншыға жаздаған кештер жиі келетін. Кейде өзіне жеркенетін, кейде сол сәттерді сағынатын. Мен кінәлімін бе, әлде өмір өзі осындай ма деп ойлайтын, бірақ жауап жоқ. Күз түскен шақта есік қаққандай болды. Ашса Жаннұр өзгерген, басында орамал салған, көзінде бұрынғы от жоқ, орнында салмақ пен
сабыр пайда болған, қолында қағаз. Аға, сізден кешірім сұраймын. Мынау баламның сараптамасы, сіз әке боласыз. Бекзаттың қолы дір етті, қағазды ала алмай қалды. Мен сізді мазаламаймын, бірақ шындықты білуге тиіссіз деді де бұрылып кетті. Сол күннен кейін Бекзат өмірінде алғаш рет шын мағынада түн ұйқысын төрт бөлді. Ол өз баласы, бірақ әйелі мен балаларына не айтады? Кей түнде көрпесін бүркеніп іштей жылайтын. Мен қалайша осынша сорлыға айналдым. Менің әлсіздігім бір адамның тағдырын бозды ма? Жаннұрдың баласы әкесіз өссе, мен адаммын ба? Ақыры бір шешімге келді. Жаннұрға қоңырау шалды, қыз алмады, хабарлама жазды. Баламның өміріне жауаптымын. Сен рұқсат етсең, оның көлекесі болсам да өмірінен алыстамаймын. Жаннұр тек бір жауап жазды. Көленкі емес, тірегі бол, әйтпесе мен де тірі қалмаймын. Бекзат бәрін әйеліне айтты. Көз жасында, шындығында жасырмады. Әйелі алғашында сенбей жылады. Содан соң, мен кетемін, бірақ балаларыңа әке болып қала бер. Мені жоғалттың, енді өз арыңды жоғалтпа деді. Үйден кеткен соң Бекзат көз жасын балаларының көзінше тұншықтырып жұтты. Айлар өтті, Жаннұр босанды, ұл бала. Көздері тура Бекзаттікіндей. Жаннұр баласын құшағын алып жымиып, бұл бала менің таңдауым емес, тағдырым еді, ал сен кеште болса ардан аттамадың. Бірақ Бекзат үнсіз баланы қолына алды, ішінен тек бір ауыз сөз күбірледі. Кешір. Бекзат екі үйге де керек болмай қалды. Бірақ өмірі ешқашан бұрынғыдай болмады. Екі түрлі махаббат, екі түрлі қателік, екі түрлі жүрек. Бірақ бір тағдыр, бір түндік әлсіздік, бір өмірлік жауапкершілікке айналды. Бекзат шындығын айтқан соң үйінен кетіп қалды. Бірақ бұрынғыдай күнде келіп кешірім сұрап, қайтып оралуға тырыспады. Тек бір-ақ рет хабарласып, мен өз таңдауыма жауап беремін. Өмірімді өтірікпен емес, шындықпен өмір сүргім келеді деді. Сол сәтте әйелі Жаннұрдың жеңгенін білді. Күйеуін тартып алған емес, жүрегін алып кеткен әйелмен күресудің мәні қалмаған еді. Бірақ сонда да көнбеді. Соңғы рет жолықтырып, бізде бала бар, отбасы бар, ол сен емес пең деді. Бекзат, мені осынша жыл өтірікпен сүйіп келдің бе деп жылады. Бекзат жауап қатпады, тек көзіне қарап, мен шаршадым. Жаннұр мені тірі сездірді. Мен өзімді еркек ретінде алғаш рет соның жанында таныдым. Сен жақсы әйелсің, бірақ мен енді сенің лайықты ерің емеспін деді. Сол кеткеннен Бекзат қайтып оралмады. Әйелі оны күтіп жүрді. Балаларының суретін жіберді. Үйде ескі видеоларын жолдады. Бір күні хат жазды. Мен сені тек жек көріп кетсем оңай болар еді, бірақ мен сені әлі де жақсы көремін. Бірақ өзіңнен бұрын өз әлсіздігіңді сүйесің. Ол хат жауапсыз қалды. Бекзат Жаннұрмен тұрмыс құрып кетті. Бірақ ол жақта да бәрі ертегідей болмады. Себебі махаббат күнделікті шай-шаңмен бірге сүріледі. Бірақ Бекзат бәріне төзді. Себебі ол бұл жолы өз таңдауы үшін өмір сүріп жатыр. Жаннұр баласын өсіріп қарапайым келін атанды. Бірақ оның жүрегінде де шемен бар еді. Ол бір әйелдің көз жасымен келген махаббаттың ішкі күйігі. Бекзаттың бұрынғы әйелі енді оны іздемейтін болды. Терезе алдында күнде отыратын әдеті де жоғалды. Бірақ кейде кешкі уақытта теледидардан жанұя басты байлық деген бір жарнама шыққанда көзіне жас келетін. Ең құнды дүниені өз аяғымен шығарып салдым деп сыбырлайтын, бірақ ол енді күресуден шаршады. Бекзаттың үлкен ұлы есейіп, әкем қайда деп сұрайтын. Анасы, ол басқа таңдауды дұрыс деп шешті деп қана жауап беретін. Бала үндемеді, бірақ сол сәттен бастап әкесін атамайтын болды. Көзінен жек көру емес, салқындық кетті. Жылдар өтті.
Бекзаттың шашына ақ түсті. Қолында Жаннұрдың баласы ойнап жүр. Кенет көз алдында ескі үй, балалары, терезеден қарап тұрған әйел бейнесі елестейді. Бәріміз бақытты бола алмадық. Біреудің бақыты, біреудің трагедиясына айналды, деді ішінен күбірлеп. Кей махаббаттар жүрекке емес, жауапкершілікке адал болуды талап етеді. Ал кей адамдар адалдыққа емес, өз құмарлығына адал болады. Бекзат Жаннұрмен бақытты бола алмады. Неге дейсіз ғой? Ол өз әйелі мен баласының көз жасына қалды. Әйелің түн ұйқысын 4 бөліп, өсірген перзентінің тілегін аяққа таптап, бөтен әйелдің жылуы деп ойлағаны түбі өзіне ауыр қайғы болып қайтты. Жаннұрмен бірге өмір сүремін деп үміттенгені алапат өкінішке айналды. Өмір заңы қатал ғой, біреудің көз жасына қалған адам ешқашан шынайы бақыт таппайды екен. Бұл әрбір жастың есінде жүрер сабақ болсын. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.